Кішкентай қыз әр кеш сайын өгей әкесімен ұйықтайтын. Дәрігер оны тексергенде, олар полицияға қоңырау шалды. Әңгімені бастамай тұрып арнаға тіркелулеріңізді сұраймын. Кім қай қаладан көріп отырғандарыңызды комментарияға жаза кетіңіздер, кімнің көп екенін көрейік. Айдана нәзікте әлжуаз 13 жасар қыз еді. Сол түні ол төсекте отырды, жүзі сұп-сұр, еріндері көгерген, денесі көзге әрең білінердей дірілдеп тұрды. Бөлмеде жым-жырт, тек сыртта ұйқыдағы ауылдың алыстан естілер жеңіл дыбыстары ғана сезілетін. Анашым қатты ауырып тұр деді қыз әлсіз, естілер-естілмес сыбырлап. Даусы сөнген шам секілді бірде бар, бірде жоқтай. Ас үйде Гүлзира жүреді. Кешкі асқа борщ пен мәнті дайындап жатқан. Пештің үстінде борщ жайлап бұрқыса қайнап тұр, алпысып жатқан мәнтінің буы ас үйді толтырып, терезелерді буландырған. Гүлзира ыдыс-аяқпен айналысып жүріп, кенет қызының әлсіз даусын естіді. Әуелі ол өзіне сенбей тоқтап қалды. Құлақ түріп еді, жоғарыдан баяу ғана шыққан сыбырды айқын естіді. Жүрегі шым ете қалды. Қолындағы қасықты үстелге қоя сала, екінші қабатқа қарай жүгірді. Айдананың бөлмесінің есігін ашқан сәтте Гүлзираның жүрегі су ете қалды. Қызы төсекте шынтақтап отырған, жүзі өліп кеткендей бозарып кеткен, ал көздері жасқа толы еді. Айда жаным, не болды, құлыным? Деп тізерлеп қыздың қасына отыра кетті. Қолын қызының маңдайына тигізді, мұздай боп кетіпті. Денесін сәл көтеріп көрді, әлсіз, тіпті сәл қозғалыстың өзінен ыңқылдап қояды. Айдана жауап қатпады, тек анасын қолынан мықтап қысты. Саусақтарының тырнақтары Гүлзираның терісіне кіріп ауыртты. Қыздың тынысы ауырлап, әрбір демі қиналып шығатын. Осы сәтте жартылай ашық тұрған есіктен бір дауысы естілді. Гүлзира-ай, не боп қалды? Деді егде жастағы әйелдің дауысы. Бұл көрші Күләш апа еді. Ол көшеден өтіп бара жатып, үйден шыққан айқай-шуға құлақ түріп, алаңдап кірген болатын. Күләш апа, білмеймін не болғанын. Таңертеңнен бері ішім ауырып тұр деді. Мен жай-жай қарық қылған болар деп ойладым. Қазір міне, мүлдем түрі жаман деді, Гүлзира абыржып, көздері жасқа толып. Күләш апа бөлмеге кіріп, Айдананың дірілдеп, ерні көгеріп отырғанын көргенде көзі шарасынан шықты. Құдай сақтасын, мына түрі жаман екен. Ішінен ұстап көрші, қай жері ауырады? Деді ол абыржып. Гүлзира абайлап қыздың ішіне қолын қойды. Айдана ауырсынып тырсиып кетті де, көз жасын тыя алмай, кішкентай қолдармен бүйірін қысты. Төменгі жағы қатты ауырады деді сыбырлап. Гүлзираның ішінде үрей пайда болды. Бұрын Айдана бұлай қиналмаған. Жай ас қорыту ма, әлде басқа бірдеңе ме, өзі түсінбей, қолы дірілдей бастады. Күләш апа жан-жағына қарап. Жедел жәрдем шақырғаның дұрыс. Қыздың түрі ұнамай тұр. Мүмкін аппендицит шығар, одан қалса уланған болар деді. Гүлзира телефонға жүгірді. Саусақтары дірілдеп әрең терді. Жедел жәрдемге қоңырау шалды. Даусы дірілдеп, біресе жыларман болып, біресе асығып бәрін түсіндірді. Қызым 13-те, іші қатты ауырып жатыр, түрі өте жаман, мұздай, ерні көгерген. Дәрігерлер келеміз деді. Қайтып бөлмеге кіргенде Гүлзира қызын көрпемен қымтап отырды. Айдана әлсін-әлсін ыңырсып қояды, көзі бір ашылып, бір жұмылып кетеді. Күләш апа жанынан шықпай. Соңғы күндері дұрыс жүрді ме өзі? Тамақ ішті ме, құсқан жоқ па? Деп сұрап қойды. Гүлзира ойланып қалды. Соңғы 2 күнде Айдана әлсіздеу көрінді, мектептен келгенде тікелей бөлмесіне кіріп келетін. Кешкі асқада тәбеті жоқ еді. 1-2 рет ішім ауырды деген, бірақ Гүлзира қатты мән бермепті. Мүмкін жай суық тиген болар деп ойлаған. Енді ойлап тұрса, осының бәрі кездейсоқ емес сияқты. Бір нәрсе бар, бірақ өзі түсіне алмайды. Іші ауырады, жүзі көгерген, температурасы жоқ, бірақ мұздай. Күләш апа ауыр күрсінді. Мүмкін іште бірдеңе жарылған шығар. Құдайым, аман қылса иге. Гүлзираның жүрегі одан сайын қысылып, қолдары терлей бастады. Терезеден қараса, көліктің жарығы алыстан көрінді. Жедел жәрдем келе жатыр. Шыда қызым, сәл қалды, дәрігерлер келеді деп басынан сипат. Айдана әлсіз ғана басын изеді. Бірінші бөлім осылай күдікпен үрейге толы аяқталады. Бұл шамамен 10:00 символға жақын толық нұсқа. Егер қаласаңыз, мен 2-ші бөлімін бірден жазып, дәрігердің келуімен алғашқы тексеруін бастай аламын.
Сол бөлімде нақты күдікті белгілер пайда бола бастайды. Жедел жәрдемнің сиренасы ауылдың тыныштығын қақ жарып, Гүлзираның жүрегі одан сайын дүрсілдеді. Ақыры көліктің жарығы терезеден көрінгенде ол терең бір дем алды. Құдайым, тек аман қылшы, деп күбірледі. Күләш апа есікті ашып, фельдшерлерді қарсы алды. 2 медбике мен 1 дәрігер үйге кіріп келді. Дәрігердің көзі бірден айданаға түсті, жүзі апақ, ерні көгерген, денесі мұздай, көзінде әлсіз жас. Қан қысымын өлшеп көрейік, температурасы бар ма? Деді дәрігер қасындағы медбикеге. Айдананы көрпе астынан абайлап көтеріп, кушеткаға жатқызды. Қыз әлсіз ыңқ етіп, анасынан айырылғысы келмегендей қолын қысты. Анашым кетпеші, деді сыбырлап. Жоқ жаным, мен қасыңдамын, деді Гүлзираның даусы дірілдеп. Фельдшер қан қысымын өлшеді, төмен. Дәрігер бір сәт ойланып, сосын басын шайқады. Жағдайы күрделілеу. Ауруханаға жеткізу керек, жолда уақыт жоғалтпайық. Гүлзира мен Күләш апа қызды мұқият көрпеге орап, жедел жәрдемге отырғызды. Көлік қозғалғанда ауылдың тыныштығын артта қалдырып, анасының жүрегі кеудесіне сыймай кетті. Ол қызын қолынан ұстап отырып, әрбір демін санап отырды. Ауруханаға жеткен соң, оларды кезекші дәрігер қарсы алды. Жарық шамдар көзді қарық қылып, ұзын дәлізде аяқ дыбыстары жаңғырып жатты. Қызды дереу тексеруге алып кетті. Гүлзира дәлізде қалып, 2 қолын жүрегіне қысып, көзінен жас тоқтаусыз ақты. Неге бұлай болды? Не болып жатыр? Құдайым, өзім кінәлі емеспін бе? Деген ойлар маза бермеді. Біршама уақыттан кейін жас дәрігер шықты. Жүзі салмақты, даусы байыпты. Анасы сіз бе? Иә. Қызым қалай? Деді Гүлзира орнынан атып тұрып. Қазір жағдайын тұрақтандырып жатырмыз. Ішіндегі ауырсынудың себебін анықтау үшін қосымша тексеру керек. Кейбір көрсеткіштер ерекше. Яғни қауіпті ме? Дәрігер ауыр күрсініп көзін тайдырып. Толық тексеруден кейін айтамыз. Бірақ сізге психологиялық тұрғыдан дайын болу керек. Бұл сөз Гүлзираны одан сайын қорқытып жіберді. Ол дәліздегі орындыққа отыра кетті. Қолдары дірілдеп, жүрегі атша тулады. 1 сағатқа жуық уақыт өткен соң, дәрігер оны кабинетке шақырды. Ішінде тағы 2 медбике бар екен. Қыздың УЗД нәтижесін үстелге қойыпты. Қыздың өміріне қауіп жоқ, бірақ біз күтпеген жағдай бар, деді дәрігер байыппен. Не жағдай? Гүлзираның даусы сыбырға айналды. Дәрігер біраз кідіріп барып, қызыңыз жүкті. Шамамен 12 апта. Сол сәтте Гүлзираның миы тоқтап қалғандай болды. Құлағы шулап, еден аяғының астынан сырғып кеткендей сезілді. Жүкті. Жоқ, мүмкін емес. Ол әлі бала ғой, деді ол дірілдеп. Дәрігер үнсіз басын изеді. Біз міндетті түрде бұл жағдайды тіркеуге алып, тиісті органдарға хабарлауымыз керек. Мұндай жастағы жүктілік заң бойынша тексеруді қажет етеді. Гүлзираның денесі қалшылдап, көзінен жас парлап ақты. Ол ештеңе түсіне алмады. Қалай? Қашан? Неге? Бәрі бір қорқынышты түс сияқты еді. Сол сәтте дәлізден полицей формасындағы адам көрінді. Дәрігер оған көз тастап. Бұл кәмелетке толмағанға қатысты іс. Тергеу басталуы тиіс. Гүлзира орындықтан тұра алмай, қызын ойлап, қолын кеудесіне басты. Айдажаным, сені қалай қорғай алмадым деген ой жүрегін тіліп өтті. Аурухананың ақ қабырғалары Гүлзираға түрме секілді көрінді. Дәліздегі әрбір шам, әрбір дәрі иісі оның жүрегіне қорқыныш ұялатты. Ол палатаның есігін сығалап, қызының қасына қайта-қайта кіріп шығып жүрді. Айдана төсекте бүк түсіп, бір нүктеге қадалған. Қолдары қалтырап, көзі суық әрі босаң. Анасының жанын күйдіргені, қызы тіпті сөйлеспейді. Тек кейде сыбырлап, үйге барғым келмейді, дейді. Гүлзира оның шашынан сипап, ақырын сөйлеп көрді. Жаным, неге үндемейсің? Маған айталасың ғой. Мен қасыңдамын. Айдана көзін төмен түсіріп, ернін тістеді. Дірілдеген саусақтары көрпені умаждады. Анашым, деді ол ақырында, даусы әрең естіліп. Маған ешкімге айтпаймын деп уәде берші. Гүлзираның жүрегі зу ете қалды. Уәде берем, тек айта ғой. Қорықпа, мен қасыңдамын. Қыз біраз уақыт үнсіз жатты. Көзінен жас сорғалап, ақ жастықты сулап жіберді. Содан кейін әр сөзін қинала, үзіп айтты. Ол айтты, ешкімге айтсаң өлтірем, деді.
Гүлзираның тынысы тарылды. Кім, қызым? Кім айтты саған? Айдана жастықты құшақтай түсті. Ол, атам. Бір сәтке әлем тоқтап қалғандай болды. Гүлзираның құлағы шыңылдап, денесі мұздап кетті. Не? Қай атам? Деді ол дірілдеп. Қыз сыбырлады. Өгей атам. Ол айтты, ешкімге айтпа, ұрам деді. Гүлзираның жан дүниесі төңкеріліп түсті. Қолдары дірілдеп орындыққа отыра кетті. Бір сәтте көз алдына соңғы айлардағы бейкүнә сәттер тізбектеліп шықты. Күйеуінің жылы жүзді киіп танытуы, кешкі ас ішіп отыруы. Бәрі жалған болған ба? Осы сәтте палата есігін ақырын қағып, полиция формасындағы жас офицер кірді. Сәлеметсіз бе? Бізге хабарлама түсті. Дәрігерлер тиісті хаттама толтырды. Қызыңызбен сөйлесуіміз керек. Гүлзира терең дем алып көз жасын сүртті. Ол қазір өте әлсіз. Сәл күте тұрыңызшы. Мен сізге бәрін айтам. Полиция қызметкері басын изеді, дәлізге шықты. Гүлзира қызының қолын қысып сыбырлады. Жаным, қорықпа. Енді сені ешкім ренжітпейді. Мен сенің қасыңдамын. Айдана үнсіз ғана басын изеді. Бірақ көзінде әлі қорқыныш ұялап тұрды. Сол түні Гүлзира ауруханада отырып ақ полицияға ресми арыз жазды. Дәрігерлер қызына психологиялық қолдау көрсететін маман шақырды. Ертеңінде тергеушілер ресми түрде келіп Гүлзира мен Айданадан түсініктеме алды. Қыз бәрін баяндап шыққан соң тергеушінің жүзі сұп-сұр болып кетті. Бұл ауыр қылмыс. Біз шұғыл шара қолданамыз, деді ол. Ауылда тыныштықты бұзған тағы да полиция көлігі болды. Көршілер үрейлене терезеден сығалады. Кешкілік Гүлзираның үйінің есігіне қоңырау соғылды. Полиция өгей әкені қамауға алды. Сол сәтте Айдана аурухананың терезесінен аспанға қарады. Түнгі жұлдыздар самсағанымен оның кішкентай жүрегі әлі қорқыныштан дірілдеп тұрды. Бірақ анасының қолы қолында болғанда үміт сәулесі жылт етті. Таңғы ауыл бейкүнә тыныш еді, бірақ Гүлзираның үйінің маңында адамдар топ-топ болып сыбырласып тұрды. Полиция көлігі түнде кеткенмен қауесет бірден тарады. Көрдің бе, кеше түнде алып кетті. Құдай сақтасын, масқара-ай, деген сыбыр әр аулада естілді. Гүлзира аурухананың терезесінен сыртқа қарап, жүрегі езілді. Ол өз ауылын жақсы көретін, бірақ дәл осы сәтте бәрі жат әрі су көрінді. Олар бізді аяй ма, әлде тек өзек айта ма? Деген ой маза бермеді. Айдана төсекте үнсіз жатты. Дәрігерлер оны бақылап отыр. Психолог келіп жай дауыспен сөйлесті. Айдана, сен батырсың. Енді ешкім саған тиісе алмайды. Қыз тек басын изеді. Оның кішкентай жүрегі әлі де қорқынышқа толы еді. Түнде ол жиі шошып оянып, жылап жіберетін. Бір түні Гүлзира қызының қолын қысып отырып, оның дірілін сезді. Анашым, ол келеді ме? Деді Айдана көзін сығырайтып. Жоқ, жаным. Ол енді ешқашан келмейді. Полиция оны қамап қойды, деді Гүлзира, бірақ даусы дірілдеп кетті. Сол түні Гүлзира ұйықтай алмады. Көзін жұмса, бірден үйі көз алдына келетін, ас бөлмесінде отырған күйеуі жылы жымиып шай ішкені. Ал сол жымиюдың артында қандай қараңғы құпия жатқанын ойлағанда жүрегі айныды. Ертеңінде полициядан тергеуші келді. Біз тергеуді бастаймыз. Қызымыздың түсініктемесін алдымыз. Сот медициналық сараптама растайды. Қазір ол адам уақытша қамауда, деді ол байыппен. Гүлзира басын изеді, бірақ көзіне жас тығылды. Мен қалай байқамадым? Қалай сене бердім? Деген ой маза бермеді. Ауылда әңгіме өршіді. Біреулер аяп, Құдай сабыр берсін десе, енді біреулер сыбырлап, оның күйеуі сонда екен ғой. Қызын қорғаудың орнына, деп сөз таратты. Кешкілік аурухананың дәлізінде Гүлзира жалғыз қалғанда телефоны безілдеп қоя берді. Белгісіз нөмір. Қолдары қалшылдап барып жауап берді. Арғы жақтан ауыр дем естілді. Гүлзира таныс, бірақ қазір үрей тудыратын дауыс. Мен кінәлі емеспін. Айт, мені шығарып алсын. Гүлзира қолынан телефон түсіріп ала жаздады. Кеудесін өрт қарыды. Құдай-ай, ол әлі де қорқытып тұр, деді сыбырлап.
Телефонды өшіріп тастады. Бірақ қорқыныш күшейді. Қызын ойлады. Егер ол бостандыққа шықса, не болады? Түнде Айдана тағы да шошып оянды. Анашым біреу есікті тартып жатыр сияқты. Жоқ, жаным, ол тек түс деп Гүлзира оны құшақтап алды. Психологтың айтуынша, қыз ұзақ уақыт бойы қорқыныш пен сенімсіздік сезімінен арыла алмайды. Ол адамды көрмесе де, оның көлеңкесін сезінетіндей. Сол түні Гүлзира терезеден айға қарады. Бұл қорқынышты жолдың соңында жарық бар ма екен, деп ойлады. Бірақ бір нәрсені анық білді, енді ол қыз үшін соңына дейін күреседі. Көктемгі күннің сәулесі аурухананың терезесінен сығалап кіргенімен Гүлзираның жаны қаңғы күйде қалды. Ол таңда атып кешті батырғанымен уақыт тоқтап қалғандай еді. Айдана аздап жүріп тұруға жарады, бірақ даусы әлі сыбыр. Қыздың көзіне қараған әр адам жүрегі езілер еді. Соншалық нәзік, қорқақ, ал кішкентай жүрегінде қанша ауыр құпия жатқанын ойлаудың өзі қиын. Сол күні ауруханаға тағы да полиция келді. Тергеуші Берік пен жас офицер Мақсат, олар Гүлзираны дәлізге шақырды. Біз үйді тінту жүргіздік, деді Берік байыппен. Бірнеше айғақ таптық. Қыздың бөлмесінен дынық ізі қалуы мүмкін. Сараптамаға жібердік. Гүлзира селк етті. Оның жанын күйдірген нәрсе, осы үйдің әр бұрышы қазір оған сұмдық естелікті еске салатын болды. Берік сөзін жалғады. Күйеуіңіз кінәсін мойындамай отыр. Бірақ дәлел жеткілікті болуы мүмкін. Сотқа дейінгі тергеуді аяқтауымыз керек. Сізден де қосымша түсініктеме керек болады. Гүлзира басын изеді, бірақ қолы қалтырады. Ол әлі де өзін ақтауға тырысады деп ойлады ол. Ауылда мейнуал әңгіме өршіп тұрды. Дүкенге кірсе, сыбыр естисің. Көрдің бе, баяғыда да бір түрлі еді. Жазасын берсін енді. Біреулер аяйды, біреулер тек өсек айтады. Сол күні түстен кейін Гүлзира мен Айдана алғаш рет ауруханадан сыртқа шықты. Ауладағы таза ауа қыздың жүзіне аз да болса жылу сыйлады. Бірақ дәл сол сәтте Гүлзираның телефоны безілдеп қоя берді. Белгісіз нөмір. Гүлзира таныс дауыс тағы да естілді. Сен мені саттың. Мен ондайды істеген жоқпын. Гүлзира жүрегі зу ете қалды. Бізді тыныш қалдыр. Сен жасадың. Қызым бәрін айтты, деді ол дірілдеп. Арғы жақта бір сәт үнсіздік орнады, содан соң суық күлкі естілді. Сен мені жақсы білмейсің екен. Оның бәрі бекер емес, сосын байланыс үзіліп кетті. Гүлзираның тізесі дірілдеп орындыққа отыра кетті. Оның жанында тұрған Айдана ештеңе түсінбегендей қарады. Анашым, не болды? Ештеңе, жаным. Қорықпа, біз енді қауіпсіз жердеміз. Кешкілік полиция Гүлзираға хабарласып, телефон қоңырауын анықтады. Бұл сіздің бұрынғы күйеуіңіздің нөмірінен, бірақ қазір уақытша ұстау изоляторында. Мүмкін сыртқа хабарласып үлгерген. Бұл ақпарат Гүлзираның жүрегіне одан сайын салмақ салды. Ол бізді ұмытпайды. Ол кек сақтап отыр. Айдана түнде тағы да шошып оянды. Қолын созып анасына жабысты. Анашым, есік тарсылдады. Жоқ, жаным, бұл тек түс. Гүлзира қызының дірілдеген денесін құшақтап отырып көзіне жас алды. Құдайым, тек осы кішкентай жүректі сақтай гөр, деп сыбырлады. Арада апта өтті. Сараптама қорытындысы шықты. Айғақтар өгей әкенің қылмысын растай түсті. Тергеушілер Гүлзираға хабарлап, біз енді істі сотқа жібереміз. Бірақ сіз бен қызыңызға қорғау шараларын ұсынамыз, деді. Ауылда бұл жаңалық жарылыс жасағандай әсер етті. Біреулер, соттасын оны. Баланы қорлағаны не деген сұмдық. Енді біреулер, бәрін қыз ойлап тапқан шығар, деп сыбырлайтын болды. Гүлзира ауылдың бұл сыбырынан әбден шаршады. Ол тек бір нәрсені ойлады, мен қызымды алып бұл жерден кетемін. Бізге жаңа өмір керек. Сол түні Айдана алғаш рет түсінде көк аспанда жұлдыздарды көрді. Ол анасының құшағында жатқанын сезіп сыбырлады. Анашым, мен енді сенбеймін. Ол енді келмейді ғой. Жоқ, жаным. Ол енді жоқ. Біз жаңа өмір бастаймыз, деді Гүлзира, бірақ ішінен бір діріл әлі кете қойған жоқ еді. Күздің қара суық таңы еді. Аурухананың бөлмесі салқындау, терезеден сырттағы сұрғылт аспан көрініп тұрды. Гүлзира төсегінде дірілдеп оянды, жүрегі біртүрлі сезіммен қысылды.
Соңғы күндері ол жиі жаман түс көретін. Біресе айқайлаған қызы, қараңғыда сыбырлаған еркекті. Айдана әлі ұйықтап жатқан, бірақ бетіндегі үрей мен алаңдаушылық кеткен жоқ. Балақай түнде жиі тістерін шықырлатып, жастыққа жабысып жататын. Таңғы асқа дейін Гүлзираның телефоны безілдеп қоя берді. Хабарласқан тергеуші беріп: Гүлзира, сабыр сақтаңыз. Бірақ бір жағдай болды. Ол қашып кетті. Бұл сөзді естігенде Гүлзираның бүкіл денесі мұздап кетті. Не дейсіз? Қалай қашты? Даусы дірілдеп шықты. Түнде уақытша қамаудан қашып кеткен. Терезеден шығу арқылы. Қазір іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Сізді қорғауға патруль қоямыз. Телефон қолынан түсіп кетті. Құдайым, бұл қалай мүмкін болды? Осы сәтте Айдана оянып анасын көріп үрейленді. Анашым, сен неге жылап тұрсың? Ештеңе, жаным, бәрі жақсы болады, деді Гүлзира, бірақ даусы шықпай, көз жасы еркінен тыс ағып жатты. Ауылда дүрбелең басталды. Көршілер сыбырлап, үйлерін іштен құлыптап алды. Ол қашып кетіпті. Біреуді өлтіріп қоя ма? Гүлзира мен Айдананы қорғай ала ма екен? Кешке қарай полиция Гүлзираны басқа палатаға ауыстырып күзет қойды. Бірақ жүректегі қорқыныш ешқайда кетпеді. Сол түні терезеден сыртқа қараған Гүлзира қараңғыда әлденені көргендей болды. Ауладағы ағаштардың арасынан бір сәтке көлеңке жылт етті. Ол осында ма? Айдана кенет шыр етіп жылады. Анашым. Ол келді. Терезеге қарады. Дәрігерлер мен полиция жүгіріп келді, бірақ сыртта ешкім болмады. Тек күздің салқын желі мен қураған жапырақ сыбдыры. Түн тыныш өтпеді. Гүлзира ұйықтамады. Қолындағы телефонын қысып кез келген дыбысқа селк етумен болды. Бір кезде белгісіз нөмірден хабарлама келді. Сен мені саттың. Енді сендерді тауып аламын. Қолындағы телефон сырғып кетіп еденге түсті. Діріл басылмады. Таңертең тергеушілер келді. Біз барлық шекараны жауып жатырмыз. Бірақ сізге сақ болу керек. Егер бірдеңе көрсеңіз, дереу хабарлаңыз, деді Берік. Гүлзира басын изеді. Бірақ жүрегі дүрсілдеп, көз алдында тек қызы тұрды. Тек Айданам аман болсын. Келесі күндері ауыл толық қорқынышта өмір сүрді. Кейбір көршілер Гүлзираны үйінен кетуге үгіттеді. Ол осында қайтып келсе, ең алдымен сендерді іздейді. Біреулер тіпті есіктерін ашпай қойды. Үшінші түнде тағы бір сұмдық болды. Аурухананың артқы есігінің жанынан күзетші адамның сұлбасын көріп айқайлап жіберді. Бірақ із қалдырмай ғайып болды. Айдана мүлдем ұйықтамайтын болды. Ол тек анасын құшақтап отырады. Анашым, егер ол бізді тапса, не болады? Жоқ, жаным, бізді ешкім таппайды. Біз қазір қорғалып отырмыз. Бірақ Гүлзирада бұл сөзге өзі сенбейтін еді. Таң ата тағы бір хабарлама келді. Мен жақынмын. Гүлзира полицияға жүгіріп барды. Олар телефонды тексеріп, сигнал ауыл маңынан шыққан. Біз оны ұстаймыз. Ауылда түнде иттер ұлып бірдеңе қақпа қағып тұрғандай әсер етті. Гүлзира мен Айдана түн ортасында екеуі бірге дірілдеп бір-біріне жабысып жатты. Осы қорқынышты күндер әлі аяқталмағанын Гүлзира анық сезді. Ол бір нәрсені білді, бұл адам ұсталғанша олар бір сәт тыныштық көрмейді. Ауылдың үстіне қарашайының қара түнгі аспаны төніп тұрды. Құстардың даусы әлдеқашан өшкен, желдің өлінен басқа ештеңе естілмейді. Аурухананың екінші қабатындағы палатада жарық сөндірілген, тек дәліздің әлсіз шамы сығырайып тұр. Гүлзира қызының қасында отырды. Айдана соңғы күндері қатты жүдеп кеткен, беті қуарып, көз астында көгерген дақ пайда болған. Ол анасының қолын қысып, сыбырлап ұйықтап қалды. Гүлзира терезеден сыртқа көз салды. Күздің суық түнде ауылдың үйлері қараңғы. Бір мезетте алыста бір ит ұлыды, содан соң бәрі тынышталып қалды. Сол сәтте Гүлзираның жүрегі шым ете қалды. Бұл тыныштық бірдеңенің алдында сияқты көрінді. Түн ортасы. Айдана кенет дір етіп оянды. Анашым, біреу есікті ашып жатыр, деді ол сыбырлап. Гүлзира құлақ түрді. Расында да дәліз жақтан баяу сыбдыр естілді. Ол жүрегі дүрсілдеп орнынан тұрды. Қолындағы телефонын қысып дәлізге қарады. Дәл сол сәтте есіктің тұтқасы сәл ғана қозғалды. Кім ол?
деді Гүлзира дірілдеп. Жауап болмады. Тек сыбыр естілді. Гүлзира. Бұл дауысты ол бірден таныды. Жан дүниесі тітіркеніп, қол-аяғы мұздап кетті. Сол мезетте есік кенет қатты тарсылдады. Айдана айғайлап жіберді. Гүлзира қызын құшақтап төсектің артына тығылды. Сен мені сатып кеттім дедің бе? Есік сыртынан естілген дауыстың ашуы керең етті. Мен сендерді бәрібір табамын. Дәл осы кезде дәлізде аяқ дыбыстар мен айқай естілді. Полиция күзеті жетіп келді. Есіктің артынан арпалыс дыбыстар шықты. Тоқта, қолыңды көтер. Ұстаңдар. Қашып барады. Гүлзира қызына сыбырлап. Қорықпа, жаным. Біз қауіпсізбіз, деді. Бірақ жүрегі атша тулап тұрды. Дәлізде қақтығыс дауысы күшейді. Қылмыскер терезеден секіріп қашпақ болды, бірақ күзетші қолынан ұстап қалды. Арпалыс кезінде шыны сынып аурухананың ауласына айқай естілді. Сол түні бүкіл ауыл тағы дүрлігіп кетті. Жедел жәрдем мен полицияның шамдары аурухананың алдында жыпылықтап тұрды. Қылмыскерді ақыры ұстады. Оның киімі қанала болды, терезеден секіргенде әйнектен жарақат алған. Бірақ көзі әлі де өшпенділікті шашып тұрды. Сендер мені түрмеге жапсаңдар да, мен есімдеріңді ұмытпаймын, деп айғайлады ол. Полицейлер оны көлікке сүйреп отырғызғанда. Айдана анасының құшағында қалтырап отырды. Ол алғаш рет жеңіл күрсінді, бірақ көз жасын тоқтата алмады. Анашым, ол енді келмейді ғой. Жоқ, жаным. Енді келмейді. Біз аман қалдық, деді Гүлзира, бірақ өз жүрегі әлі де дірілдеп тұрды. Түнгі оқиғадан кейін ауруханаға психологиялық көмек көрсету орталығы келді. Психолог Айданамен жұмсақ сөйлесіп, сурет салуды ұсынды. Қыз әуелде үнсіз отырды, сосын ақырындап қағазға қараңғы бөлме мен ашулы ер адамды салды. Суретті көрген Гүлзира жүрегі тағы тітіркенді. Ауылда ертеңінде тағы да өсек өршіп кетті. Бірақ бұл жол адамдардың көбі Гүлзира мен Айдананы ая. Байғұс қыз өмір бойы есінде қалады ғой. Мына Гүлзираның өмірі астан кестең болды ау. Сол күні кешке Гүлзира шешім қабылдады. Біз бұл ауылдан кетеміз, қызым. Жаңа өмір бастаймыз. Ешкім бізге тиіспейтін жерге кетеміз. Айдана басын изеді. Оның көзі әлі жасқа толы, бірақ үміт сәулесі жылтырай бастады. Аурухананың терезесінен таңғы бозғылт жарық сығалап кіріп тұрды. Бірнеше күн өткен еді, бірақ палатадағы ауа әлі де ауыр, тынымсыз күйде. Гүлзира төсектің жанында отыр, Айдананың шашын сипап отыр. Қыздың көзі ілініп кеткенімен, қолы әлі де анасын қысып ұстап жатыр. Соңғы шабуылдан кейін бәрі тынышталған сияқты еді, бірақ тыныштық қорқыныштырақ болды. Көршілер мен туыстар телефон соққанымен ешкім келмеді. Бәрінің дауысы бірдей. Сендерге обал болды. Бірақ сақ болыңдар. Ана мен қызға ешкімнің үйі, ешкімнің құшағы ашық болмады. Кешкісін Гүлзира терезеден қарады. Ауыл қараңғы, бірен-саран ғана шам жанып тұр. Аурухананың дәлізінде күзет бар, бірақ ол да сенім бермейді. Ол қолындағы телефонын ашып, соңғы хабарламаны тағы да оқып қойды. Мен сендерді ұмытпаймын. Бұл сөздер санада жаңғыра береді. Қылмыскер түрмеге кеткенімен, оның көлеңкесі кетпегендей. Түн ортасы. Айдана кенет шыр етіп оянды. Анашым, тағы да түс көрдім. Ол терезеден қарап тұрды. Гүлзира қызын құшақтап. Бұл жай түс, жаным. Біз қауіпсізбіз, деді, бірақ өзі де ұйықтай алмады. Сол түні терезеге жаңбыр тамшылап тұрды. Әр тамшы жүректі селк еткізетіндей болды. Бір мезетте дәліз жақтан әлсіз тарсылы естілді. Гүлзира есікті ашып қарады, ешкім жоқ. Тек жарық шам астында бос дәліз. Бірақ ана жүрегі тыныштықта да қауіпті сезеді. Ауылда сыбыр көбейді. Кейбіреулер Гүлзираны кінәлады. Өзі сондай адамға шыққан, енді қызын қорғай алмай жүр. Байғұс қыздың болашағы не болар екен? Бұл сөздер ана жүрегін тіліп өткендей болды. Ол адамдардың қарасын көргісі келмеді, терезелерді пердемен жауып тастады. Айдана да бұрынғыдай емес. Ол енді өзімен өзі сөйлесетінді шығарды. Қолына қуыршақ ұстап. Жабыл, есік жабыл. Ол кірмесін, деп сыбырлайтын. Гүлзира алғашында қорқып кетті. Психолог шақыртты. Бірақ ауылдың дәрігері тек басын шайқады. Бұл психологиялық жара. Уақыт керек.
Бірақ қауіп сезімі кетпесе, балаға қиын болады. Бір аптадан соң оларды ауруханадан шығарып үйге жіберді. Үй бұрынғы үй емес еді. Әр бұрышында қорқыныш жасырынғандай. Қызыл кірпіштен қаланған шағын үйдің дәлізі тар, ал ескі ағаш есік әр ашылғанда сықырлап, жүректі зырқ еткізеді. Түнде жел соқса, қақпа тарсылдайды. Гүлзира ұйықтай алмайды. Әр дыбысқа селк етеді. Кейде шын ба, елеспей терезеден біреу қарап тұрғандай көрінеді. Айдана төсегінде бүрісіп жатады. Кейде тіпті жыламайды да тек көзін жұмып қимылсыз қалады. Анасы оның жүрек соғысын тыңдап қасында отырады. Күндер өткен сайын үрей күшейді. Гүлзира үйдің барлық терезесіне темір тор мен тор орнатты. Есікті 2 рет құлыптап, үстіне тағы орындық тірейді. Бірақ бұл да көмектеспейді. Бір түнде ол кенет ас бөлмеден тықыр естіді. Қолына шам алып барды, ешкім жоқ. Бірақ терезеде саусақ іздері бардай көрінді. Бұл мүмкін емес. Ол түрмеде деп өз-өзін жұбатты. Ауылда кейде кешке қарай бөтен көлік көрінсе, Гүлзираның жүрегі тоқтап қала жаздайды. Көршілерге қарағанда ол мүлде сыртқа шықпай қоятын болды. Айдана мектепке бармайды. Үйден бір қадам аттаса, анасының көзіне үрей үйіріледі. Қыз кейде түнде сыбырлап сөйлейді. Анашым, ол бізді шақырып тұр. Ол мені алып кетемін дейді. Гүлзира сол сәтте қызын құшақтап көз жасын тие алмайды. Құдайым, бұл қашан бітеді? Күндер өтіп жатты. Қысқы таңдардың бозғылт жарығы терезеден әрең түседі. Үй іші қысаң, суық, әрі біртүрлі тұнжырап тұрғандай. Айдана сабаққа баруды қойды. Гүлзира да жұмысқа шықпады. Үйде екеуі ғана. Кешкісін ас бөлмеде шам жағып бірге отырады. Тыныштықты тек пештің сықыры мен желдің гуілі ғана бөледі. Сол бір күннің түстен кейінгі уақыты еді. Үйдегі ескі стационарлық телефон кенет шырылдады. Гүлзира селк ете қалды. Соңғы кездері телефон сирек шалатын, ал қоңыраудың өзі үрей шақыратын болды. Ол баяу ғана тұтқаны көтерді. Алло? Бір сәт үнсіздік. Сосын сыбырлағандай таныс дауысы естілді. Сен мені сағындың ба, Гүлзира? Жүрегі тоқтап қала жаздады. Қолындағы тұтқа дірілдеп кетті. Сен түрмедесің ғой. Иә. Бірақ бұл менің сенің жаныңда бола алмайтынымды білдірмейді, деді ол баяу күліп. Гүлзира ештеңе демеді. Тек тынысы ауырлап, жүрегі дүрсілдеді. Айдана қайда? Деді дауыс. Оны ұмыт. Деп айқайлап тұтқаны қоя салды. Сол сәтте үй іші тып-тыныш қалды. Бірақ тыныштық енді бұрынғыдан да қорқынышты еді. Сол кеште Айдана анасына жабысып, ол маған хабарласады ма? Деп сыбырлады. Жоқ, қызым. Сен оның даусын естімейсің. Бірақ ол менің атымды біледі ғой. Гүлзира қызын құшақтап, жүрегі езіліп жылады. Келесі күні тағы қоңырау келді. Бұл жолы түнгі сағат 2 шамасында. Үй іші қараңғы, терезелерді боран ұрып тұр. Телефон шырылдағанда Гүлзираның жүрегі тоқтап қала жаздады. Алло, ұйықтап жатсыңдар ма? Деді баяу, мазақтаған дауыс. Сен бізді ұмытып кет. Жоқ, сендер менсіңдер. Көрдің бе, сен әлі де менімен сөйлесіп тұрсың. Дауыс күлкіге ұласты. Гүлзира тұтқаны тастай салды. Полицияға хабарласты. Келген учаскелік офицер. Телефон арқылы қорқытқан қылмыскердің түрмеде екенін білеміз. Оның байланысын кесеміз. Уайымдамаңыз, деді. Бірақ Гүлзира уайымды қоя алмады. Телефон қайта шырылдаса, жүрек дүрсілдеп кетеді. Келесі қоңырау тағы да түнде келді. Мен бүгін түсімде сені көрдім, деді дауыс. Не қалайсың сен бізден? Деп айқайлады Гүлзира. Айдананы сағындым. Ол менің қызым. Жоқ, сен түрмеден ешқашан шықпайсың. Тұтқанның ар жағынан баяу күліп. Түрме ме? Маған түрме кедергі емес. Сендер менсіңдер. Сендер ешқашан менен қашып құтылмайсыңдар. Сосын сыбырлады. Терезеге қара. Гүлзира селк етіп терезеге қарады. Сыртта боран ғана. Сен бізді көріп тұрсың ба? Деді ол дірілдеп. Мен сендердің әр демдеріңді сезіп тұрмын, деп тұтқаны қоя салды. Сол түні Гүлзира қызын құшақтап таңдатырды. Айдана дірілдеп. Анашым, ол бізді ұмытпайды, деді. Ал Гүлзира ішінен. Бұл қашан бітеді? Деп жылап отырды.
Кешкі қараңғылық үйдің терезесін қаптап алған. Далада боран ұлып тұр, терезеге ұшқан қар ұрып бір түрлі дыбыс шығарады. Үйдің іші тып-тыныш, тек ескі сағаттың тықылы ғана естіледі. Гүлзира бір сәтке ұйықтап кеткенін сезді. Кенет қасында жатқан Айдананың ыңырсыған даусын естіп селк етті. Анашым қатты ауырады деп қыз баяу сыбырлады. Гүлзираның жүрегі сығылып кетті. Қыздың жүзі қуқыл, тер басқан. Қолдары мұздай, денесі қалшылдайды. Ол асыға дәрі қорабын ашып, таңертең берген таблеткаларды тағы да іздеді. Дәрігер берген дәрі жүктілікті тоқтатады деп үміттенген, бірақ уақыт өтіп кеткен. Шыда, жаным аз ғана қалды, деді Гүлзира дірілдеген қолымен қызын сипап. Айдана көзіне жас алып, ішім жанып барады. Осы сәтте үй ішін тағы да телефонның шырылы жарып өтті. Гүлзира селк етіп бір сәт тұрып қалды. Сосын тұтқаны көтерді. Алло, көріп отырмын, деді баяу, сыбырлаған дауыс. Не? Сен қайдан білесің? Айдана қатты қиналып жатыр ғой. Гүлзира тұла бойы мұздап кетті. Сен түрмедесің. Иә, бірақ сендерден ешқашан кетпеймін. Сендер меніксіңдер. Тұтқадан әлсіз күліп, кейін тыныштық орнады. Түннің ортасына қарай Айдананың ыңырсыған дауысы күшейді. Қыз қолын ішіне басып бүктетіліп жатты. Анашым көмектес, деді, көзі шарасынан шыға жаздап. Гүлзира көрпені лақтырып телефонға жүгірді. Жедел жәрдемге қайта хабарласты. Қызым қатты ауырып жатыр. Өтініш, тез келіңіздер. Бірақ бораннан жолдар жабық еді. Жедел жәрдем жеткенше уақыт өтіп бара жатты. Айдана терлеп тоңып қалшылдап. Мен қорқамын, деді. Жоқ, жаным, мен қасыңдамын. Барлығы жақсы болады, деп жылап отырды Гүлзира. Бірақ ішінен ол да түсініп тұрды, уақыт өтіп кетті. Дәрі енді әсер етпейді. Сағат түнгі 3 шамасында Айдананың тынысы ауырлады. Оның көзі бір нүктеге қадалып қалды. Анашым, деді ақырын. Ол осында. Гүлзира селк етті. Кім, жаным? Ол терезенің сыртында. Гүлзира терезеге қарады. Боран ғана. Бірақ соған қарамастан жүрегі мұздап кетті. Айдана қалшылдап қолын анасына созды. Мені тастама. Гүлзира қызын құшақтап. Жоқ, жаным, бәрі жақсы болады, деп сыбырлады. Бірақ көп ұзамай Айдананың денесі босаңсып, қолдары төмен түсті. Бөлмеде тек боранның гуілі мен анасының айқайы естілді. Таңға жуық жедел жәрдем келді. Бірақ тым кеш еді. Дәрігерлер бір-біріне қарады да бастарын шайқады. Гүлзира еденде отырып қызының суып кеткен қолын қысып отырды. Қасында дәрі қорабы төгіліп жатыр. Мен сені қорғай алмадым, деді ол сыбырлап, көзі жасқа толып. Сол сәтте телефон қайта шырылдады. Гүлзираның қолы дірілдеп тұтқаны алды. Алло, құттықтаймын, деді таныс, салқын дауыс. Екеуін де мен алдым. Сен енді жалғысың. Тұтқаның ар жағынан күлкі естілді де байланыс үзілді. Гүлзира көз жасын сүртіп тұтқаны жерге түсірді. Бөлме тып-тыныш. Боран да басылып қалғандай. Үйдің іші өлі тыныштыққа толды.